Сәлем достар, сіздермен бірге Бека ТВ, және де бүгін біз кезекті видеоролигімізді бастаймыз. Бұл видеороликте біз зымыран салуды үйретемін. Ол зымыран аспанға ұшып кетеді. Сондықтан осыған лайк басыңыздар. Олай болса мен зымыранымды бастаймын. Кнопканы өтейік. Ол үшін маған квартовый блок, камень нижнего мира, наблюдатель, липкий поршень, айна керек, әрине блок слизи керек, және де раздатчик керек, кварцевые ступеньки керек. Міне. Олай болса біз зымыранды салуды бастаймыз. Ол үшін осылай 1, 2, 3, 4 квадратик жасаймыз. Және де олардың осындай үшінші блоктарын сындырамыз. Әр қатардан ол камень нижнего мира қоямыз. Қайтадан кварцевый блок. Міне. Кварцевый блок. Және де наблюдатель. Міне. Оның үстіне поршень. Ойбай. Осылай. Поршень қоямыз. Міне. Енді осылай. Міне. Астын сындырамыз. Әрқайсын. Түгіз естіп шығады. Енді әрқайсының үстіне 3 блок слизи қоямыз. Міне. Сосын әрқайсынан Г әрпін жасаймыз. Міне. Жасадық. Енді ол Г әрпін астына қайтадан наблюдатель, липкий поршень, және де 2 блок слизи қоямыз. Және де мына жерге де дәл солай. Липкий поршень. Ойбай. Липкий поршеньді осы жерге, және 2 блок слизи. Енді қайтадан наблюдатель. Ойбай, олай емес. Олай өзімізге қарап тұру керек беті. Енді липкий поршень, және де блок слизи. Енді соңғы рет наблюдатель, липкий поршень и блок слизи. Енді әрқайсысынан раздатчик қоямыз. Әр камень нижнего мираға қарап тұратындай раздатчик қоямыз. Міне. Өзі қойдық. Енді әр раздатчикқа бір зажигалка қоямыз. Міне біреуіне қойдық. Бұл зымыран әлбетте іске асады. Сондықтан бұғанда лайк басыңыздар. Енді міне қойдық. Енді осы жерге кварцевый блок қоямыз. Және де айна керек. Міне. Сіздер өздеріңізге қалаған айнаны қоя аласыздар. Мысалы, маған розовый ұнайды, себебі ол түсті ашық қылып тастайды, сол кезде әдемі көрінеді. Міне. Енді кварцевые ступеньки керек. Осылай, және де блок слизиға осылай қойып шығамыз. Міне, және міне. Ой, олай емес, былай қоямыз. Және де міне. Міне. Және де міне. Сосын мынау. Бұны естеріңізді. Енді повторитель, красный камень, және де кнопка керек. Осылар арқылы біз естеріңіз қараңыздар. Мысалы, любой жаққа 2 повторитель қоямыз, сосын қарама-қарды повторитель қоямыз. Красный каменьді аламыз да, осы повторительден жүргіземіз. Міне, үстеміз. Міне, үстеміз. Міне, кей жасадық. Міне. Ойбай. Біз мына сындыр жерді қазір оны дұрыстаймыз. Міне кей. Енді маған жер блок травы керек. Блок травы мен алып мына жерді дұрыстайық. Міне біздің зымыранымыз дайын. Енді оны аспанға ұшыру ғана қалды. Ұшыру үшін красный каменьді аламыз. Кез келген жаққа осылай тартамыз. Енді оған кнопканы аламыз да, любой заттың орнына кнопканы қоямыз. Біздің зымыранымыз дайын, және де біз оны іске асырамыз. Өз зымыранды ұшырмай тұрып, біз кнопканы басқан кезде ол ұшып кетеді. Сол кезде біз оның үстіне ұшып барып мініп кетуіміз керек. Немесе бір адамды мінгізіп, соны ұшырамыз. Біз мысалы адамды емес, қойды ұшырайық. Немесе тауықты, қойды ұшырайық. Міне, қойды аламыз. Осының ішіне саламыз.
Алғашқы ғарышқа ұшқан екі қой. Және де қойлар ұшып кетті. Көрдіңіздер ме? Қой секіріп кетті. Міне, қойларымыз аспанға ұшты, ал зымыраннан қалған жер осындай ғана қалды. Ендеше бұл видеоролик ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.